Құрметті команда, құрметті бизнес партнерлар, жаңағы ойымыз, сөзіміздің дұрыстығы бизнеске тікелей әсер етеді деп айтып жатырмын, иә. Соған енді шынайы мысалдар келтіріп өтсем, қазіргі Меккенің имамы, иә, кезінде ол да бала болды, оның да анасы болды, иә. Сонда білесіздер ма, анасы жаңағы енді бала болғаннан кейін бұзықтық жасамайтын бала жоқ, иә. Бұзықтық жасайды, тентектік жасайды, иә. Қазірде де мысалға бізде ашуланып, бала шағамызға ұрсып қойып жатамыз, иә. Сол кезде жаңағы имамның анасының қараңыздаршы, не деп ұрсатын. Сонда қатты ашуланған кезде анасы айтады екен, имамның, жаңағы Меккенің имамы болғыр, Меккенің имамы бол сен, деп ұрсады екен. Қараңыздаршы, қандай ананың, айтады ғой, ананың айтқан балаға деген сөзінің барлығы тілек әумен болады дейді. Міне, сол адам қазір Меккеде имам. Қандай тамаша. Ол дегеніңіз, айтайын дегенмен де, біз әрине ана болғаннан кейін бізге де жаңағы жетпегір, ақымақсың деп жаңағы бір сөздер айтып қойып жатамыз, сондықтан да әуелі біздің сөзімізге байланысты екен көп нәрсе. Сондықтан да Құдай тілеуіңді бергір, Құдай тілеуіңді берсін сенің, жолың болғыр, жолың болсын деп жаңағы қатты ашулансаңыз да акцентті сол сөзге қойып айтатын болсақ, ол енді нұр үстіне нұр болады екен. Ол да бір өзінше, міне көрдіңіздер ме, дұрыс сөйлеу екен. Келесі, дұрыс ойлау, дұрыс сөйлеу дегенге тағы бір мысал келтірсем, енді ондай мысалдар мен сіздерге айтайын өте көп, бірақ менің жүрегіме қатты сіңген, маған әсер еткен мысал жаңағы имам айтатыным, иә. Және де Майк Тайсон. Майкл Джексонда қалмаңыздар, Майк Тайсон. Бәріміз білеміз, иә, әлемдік деңгейде мықты боксер, барлығын жаңағы Майк Тайсон немен есте қалады? 3-ші раундқа дейін жеткізбей, барлығын жаңағы бірден нокаутқа түсіреді екен. Яғни барлығын сол жерде соңғы раундтарға жеткізбей, досрочно раундтарды аяқтайтын ең мықты боксер. Сол Майк Тайсон 1990 жылы 11 февральда Токиода үлкен жаңағы бокс болмақшы болады. Яғни ол енді небір мықты чемпиондармен бокстасады ғой енді негізінде, иә. Сол жолы Джеймс Бастер Дуглас деген боксермен жаңағы оның қарсыласы сол болмақшы болады. Сол кезде Майк Тайсон күліпті. Ой, Дуглас деген маған не, ол түкте әңгіме емес, мен одан да небір мықтыларды бір ұрғаннан ақ жаңағы ұстап түсірген мықтымын, сондықтан да мен тіпті мынау бойды бүйтіп бір бой дейді ғой, поединокты мен тіпті былай қаперіме де алғым келмейді деп тіпті дайындалмай қойыпты соған. Сенесіздер ма? Сонда жаңағы 3 аптаға жақында, жалпы мынау жаңағы Джеймс Бастер Дугластың шешесі бұл бойға қарсы болған екен. Енді ол да біледі ғой, әлемді дүр сілкіндіріп тұрған мықтының мықтысы ол Майк Тайсон екенін біле отырып, баласының онымен қарсы шыққанын қаламайды, бас тартуын сұрайды, бірақ баласы енді ол да бір намыстанады ғой енді. Сол кезде жаңағы 3 апта қалған кезде 49 жасында Джеймс Бастер Дугластың шешесі дүние салады, яғни қайтыс болады. Сонда ең соңғы сөзінде жатқан кезінде ты должен побить Майк Тайсона, ты побьешь деп солай қайтыс болған екен. Сонда сол бір анасы үшін енді баласына қиын болады ғой, анасының сөздері баланың құлағында қалып қалады. Сол поединокқа келген кезде енді керемет настроена болады. Бірінші раундтан бастап жаңағы бүкіл әлем ойлаған ғой, бұл кімді жаңағы Джеймс Бастер Дугластың қандай екен мөлшерін біледі деп, бүкіл әлем даже оған не қоймаған ғой. Енді білесіздер, бой болған кезде, поединок болған кезде міндетті түрде жаңағы ставка қойылады, ақша салынады, иә. Токио елінде болғанның өзі сол екен ғой, ешкім ставка қоймаған ғой. Сол себепті Токио елінде болыпты бұл бой. Сонда жаңағы бірінші раундта ана Бастердің шабуылдағанын көргенде бәрі таң қалған ғой. Сонымен жаңағы 10-шы раундқа дейін барады. 10-шы раундта құлатады Бастер Майк Тайсонды. Қараңыздаршы, қандай керемет, бүкіл әлем шок болады ғой.
бүкіл әлем. Сонда айтады ғой, менің анамның айтқан сөздері үшін менің миымда адамның подсознаниясы қандай жұмыс жасап тұр, иә, мен міндетті түрде жетістікке жетуім керек. Енді ол қараңыздаршы, жай ғана бір сөздің өзі, Майк Тайсонмен шыққалы тұрмын деген ойдың өзі адамның күшін, жаңа жігерін құм ету керек қой негізі, иә. Мен қолымнан келмейді, вы что, ол сам Майк Тайсон деген, иә. Сіздер алла қаласа қазір нетсем, мен ютубтан бұл бой туралы сіздерге видеосын жіберетін боламын. Өздеріңізде қарасаңыздар, сіздер де шок боласыздар. Сондықтан бұл нәрсе ешқандай да ойдан шығарылған дүние емес. Жаңа өткенде де басында да айттым, мен 15 жыл бұрын жалпы подсознание может все деген кітапты оқыған кезде мен өзіме бір жаңағы бойыма қанат біткендей, неге ана адам жасап жатқанда мен жасай алмаймын, менің де қолымнан келеді емес пе? Бұл айтады ғой, жүріп өткен жол, бұл жолдан уже адамдар өткен, неге сол жолмен мен жүре алмаймын деп, мен алдыма мықты мақсат қойып, осындай енді шыны керек үлкен мектептен өте отырып жетістікке жеткен адамның бірімін, иә. Сондықтан да сіздерге айтамын, ой тазалығы, күштілігі, қолымнан келеді деген күш қуат сіздерде болу керек міндетті түрде. Ол болмаса сіздер жетістікке жете алмайсыздар. Бір нәрседе тағы бір айтатыным, иә, мысалға кез келген әйел адамнан қазір сұрайсың ғой, балаң үшін не істеуге дайынсың, балаңның жарқын болашағы үшін не істеуге дайынсың десеңіз, бәрі айтады, иә, мен бәріне де дайынмын, мен балам үшін бәрін де жасаймын деп айтады да. Бірақ осы бизнеске келген кезде, иә, мұнда бәрі бар, мұнда бүкіл мүмкіндікті алуға кереметтей мүмкіндіктер бар, 360 градусқа өміріңізді өзгертуге мүмкіндік бар. Бірақ жаңағы айтқанда, балаңыз үшін мен бәрін құрамын, жоямын деген ана, енді бәрі емес әрине, алғашқы келген қиындыққа келген кезде ол ойынан қайтып жататын адамдар өте көп. Міне сондықтан да барлығы жетістікке жете бермейді. Дегенмен де біз қашанда сіздердің баршаларыңызға, мен міне бәрлеріңізге бірдей айтамын, бірдей сөйлеймін, бірдей мүмкіндіктерді көрсетемін, бірақ алу алмау сізге байланысты. Ол тікелей сізге байланысты нәрсе. Мен аламын, жаңа айтқанда, мен ашпын, мен бұл жерден жетістікке жетудің тәсілін, сырларын үйренуім керек, осы жерде жетістікке жеткен адамдарды тыңдауым керек десеңіздер, сіздер міндетті түрде оны жасауды үйренесіздер. Қолдарыңыздан келетін болады.